Бірнеше минуттан кейін Гранд Холл Виват салтанат сарайында Тұран университетінің бірінші курс студенттерін ресми түрде қабылдау кеші басталады. Ал бүгін сіздермен бірге Тұран Channel арнасының тілшісі Жібек Өтеп. Je lui ai dit, aime-moi, prends-moi dans tes bras et je n'ai plus personne. Et ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps et si tu m'abandonnes, je suis pas celle que tu crois, aucun cabron ne m'a touché. À part toi, caballero, non, personne ne m'a touché. Coño, se te tiene coño. Coño, se te tiene coño. Coño, 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 coño. Se te tiene coño. Coño, 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 coño. Se te tiene coño. Тұран университетінің студенттерін қабылдау кеші естен кетпесте өтті. Себебі бұл іс-шараның ресми бөлімінде белсенді студенттер мен үздік студенттік ұйымдар номинацияланып, күндізгі бөлімінің ең үздік академиялық топтары марапатталды. Университет қабырғасында талмай еңбек етіп, жан-жақты дамуын көздеп, жарқын студенттік өмірге өздерінің үлесін қосқаны үшін 10 студент алғыс хатпен марапатталып, 13 студент университет ректорымен таңғы ас ішуге мүмкіндік алды. Жылдың үздік студент номинациясымен университеттің әлеуметтік өмірімен қоса оқуда үздік үлгеріммен ерекшеленген студенттер марапатталды. Олар юриспруденция мамандығының 3-ші курс студенті Шегебаев Мақсат, мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығының 4-ші курс студенті Құсайын Нұрбол және радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандығының 3-ші курс студенті Қожаева Динар. Алдағы уақытта ректор тағайындаған шәкіртақы оларға бұдан да биік белестерге жетуге жаңа қадам береді деп сенеміз. Жылдың үздік тобы 2019 номинациясымен юриспруденция, операторлық өнер мамандықтарының 3-ші курс студенттері және маркетинг мамандығының 4-ші курс студенттері марапатталды. Ал жыл серпіні 2019 номинациясын жеңіп алған үздік студенттік ұйым Enactus Туран. На самом деле для меня это большая честь и большое удивление, то, что я получила номинацию «Активист года» и при этом еще заслужила завтрак с нашим ректором. Я хочу сказать всем первокурсникам, стремитесь к этому, и у вас все обязательно получится. Дәл қазір студенттер үшін ең керемет сәт шығар, себебі оларды күтіп тұрған дәмді фуршет, ал кейіннен өте қызықты бейресми бағдарлама. Кештің ресми бөлімі өз мәресіне жеткен соң, студенттер үшін ұйымдастырылған дәмді фуршеттер мен көптеген күткен концерттік бағдарлама басталды. Бұл кештің сәнін келтірген жастар арасында танымал шоу Ирина Қайратовна, Рензо, Дивайн топтары және де Тұран университетінің жаңадан өсіп келе жатқан жұлдыздары. Рядом со мной Ахбота Нуралим, председатель комитета по делам молодежи. Ахбота, насколько было сложно организовывать это мероприятие и довольны ли вы результатом? Да, я довольна тем, что это посвящение полностью является созданием и творением студентов старших курсов. Ведущими, спонсорами, организаторами выступили именно и идейными авторами выступили самые лучшие, активные и способные студенты университета. Основной посыл в том, чтобы показать студентам, сколько возможностей предоставляет университет и дать им мотивацию для дальнейших свершений. Атмосфераны сипаттап берсеңіз, ұнап жатыр ма сізге? Я маған ұйымдастырған осы бірінші курстарға посвящениесі өте қатты ұнап жатыр. Алдағы уақытта да осындай үлкен шаралар өтеді деген сенімдемін. Болашақта не күтесің Тұран университетінен? Мен Тұранға түскенім өз-өзін дамыту үшін түстім. Сондықтан активист года болғым келеді, Тұраннан көптеген жаңалықтар күтемін. Саған сәттілік, болашақта үлкен белестерден көріне бер. Рахмет көп. Ешкім жоқ. Первокурсниктерді іздеу үстіндеміз. Так. Қыз баласы болғаннан кейін көп уақытымыз осы дайындыққа кеткен болатын. Жалпы қазір ішімізде толғаныс өте керемет жоғарғы дәрежеде өтіп жатыр. Дайындығымыздың үмітімізді ақтап жатыр. Жалпы осы посвящениенің атмосферасы ұнап жатыр ма саған?
Атмосферасы тым ерекше, тым бөлек. Барлық бірінші курс студенттерінің көңілінен шығып жатыр деген ойдамын. Организация очень хорошо, потому что каждый год каждый студент уже уникальный, и он очень разный получается. И в каждом году мы зовем разных актеров, там, певцов, и, в принципе, шоу-программа, она меняется. Из-за этого, как всегда, бывают минусы и плюсы свои. Но сейчас у нас, вот, как можете посмотреть, все хорошо проходит, всем нравится. Қабылдау салтанаты бірінші курс студенттері үшін айтулы күндердің бірі. Сондықтан олар бұл шараның жоғары деңгейде өту үшін бірінен бірі асатындай сәнді киім үлгілерін киіп, барынша ерекше болуға дайындалды. Осыған байланысты бүгінгі киім үлгін қанша тұрады, кішігірім рубрикасын дайындаған болатынбыз. Бүгінгі кешке дайындық өте керемет. Қыздар болса шаштарын өріп те бүйралап та, макияждарын да ерекше қып жасап жатыр. Бірақ оның бәріне ақша керек. Жібек, сенің бүгінгі дайындығыңа қанша ақша кетті? Макияжың өте керемет. Макияжыңа қанша кетті? Үлкен рахмет. Негізінде мен макияжды онша ұната бермейтін адамын, бірақтан да маған Алматының бір салондарының ішінде 7000 теңгеге жасап берген үшін өте үлкен рахмет. Менің көңілімнен шықты. Ал өзінің үстінде керемет көйлектің бағасын айта аласың ба? Бұл керемет көйлекті осы кештің демеушілері тегін берген болатын. Сондықтан да оларға алғысым шексіз. Ал енді бірінші курс студенттерінен сұрайық. Сегодняшний твой имидж сколько стоит? Давай начнем с галстука. Галстук я купил за 5000. А дальше рубашечка. Рубашку, за 3 так дешево купил. Потом костюм за 40, он в общем с жакетом. Плюс и обувь за 20 000. Наша общая сумма? 66 500. На сегодняшний праздник вы подготовились шикарно. Давайте начнем с вашего платья. Сколько оно стоит? 7500. Туфельки шикарные. Сколько они стоят? 8000. Дальше. А макияж сами делали? Да, я сама делала. Значит, это бесплатно, да? Можно и за нормальные деньги выглядеть шикарно. Вы выглядите очень шикарно. Хорошего вам вечера. Киім үстінің костюм 50 000, былай алғанда жалпы бағасы 70, ал аяқ киім ағамның маған мектепті бітіргеніме Венгриядан алып кеп сыйлығы, әкелген сыйлығы. Жақсы, жалпы сомасын алғанда 70 000 теңгеге киініп тұрсың, иә? Иә. Жалпы үлкен рахмет, бүгінгі кешің керемет өтсін деп тілеймін. Рахмет. Бүгінгі бірінші курстар мерекесіне арналған бұл мерекеде сұлу бикеш дейік. Бүгінгі келген киімің қанша тұрады? Содан бастасақ, спорттық киім киіп келіпсің. Айтып берсең, түсіндіріп берсең, қанша тұрады? Бұл комбинезон Zara. Мен бұны 35 000-ға сатып алғанмын. Аяқ киім McQueen 23 000 тұрады. И макияж барлық кремі? Әрине, макияж да ақшаға жасалады, сондықтан макияжды да айтып өткен дұрыс. Мен макияжымды подругама жасатқанмын, сондықтан да бесплатно келді десек те болады. Бардыр деп айтуға бола ма? Қолыңыздағы браслет. Қолымдағы браслет бұл подарок. Наверное, 2000 теңге тұратын болар, ал сағат 45 000 тұрады. Өте әдемі, өзіңізге жарасымды. Сізге бүгінгі кеште сәттілік тілейміз. Кешіңізді жақсы өткізіңіз. Хей! Бүгінгі қуанышты кештің де соңына жеттік. Сіздермен бірге болған 3-ші курс студенттері Диара Қалдыбек, Өтеп Жібек. Ал мен биді жалғастыруға еттім.